Бабамыздың мұңысың сен домбыра, анамыздың жырысың сен домбыра, қазағымның жүрегінен жаралған, халқымыздың үнісің сен домбыра. Деп жырға қосқан қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бірдей қолданып келеді. Олар домбыраның сыңғырлаған үнімен халқымыздың тарихын, салт дәстүрін, мызғымас құндылықтарын жеткізген. Ал домбырада ойнау өнері мен күйлер ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жалғасып келеді. Домбыра қазақтың киесі, қасиетті қазынасы. Қазақ пен домбыра егіз ұғым ғой. Күні кешеге дейін әр үйдің төрінде ілулі тұрған ұлттық аспабымыздың күмбірлеген үні бүгін де алыстап бара жатқандай еді. Бірақ жағымды жаңалық жүрегімізге жылу ұялатып, жанымызды жадыратты. Елбасымыздың шешімімен шілденің 1-ші жексенбісі ұлттық домбыра күні болып жарияланды. Жыл сайын атап өтілмек бұл мерекелік күннің ұлттық руханияттарымызға үлесі мықты болмақ. 1-ші шілдеде өтетін датаға орай Новоселов ауылдық кітапханасында қазақ қазынасы домбыра атты музыкалық видеоролик ұсынылады. 1-ші шілдеде Қазақстан ұлттық домбыра күнін атап өтеді. Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін осынау аспап бір сәт тыңдаушының жүрегіне қуаныш ұялатып, дархан даланы еске салады. Ендеше домбыра туралы қызықты 5 деректі ұсынамыз. Домбыраның прототипінің тамыры көне замандарға кетеді. Алматы облысында билеп жүрген адамдардың тасқа қашап салынған суреті және қазіргі домбыраға ұқсайтын аспап суреті табылған. Суреттер неолит дәуіріне жатады, яғни домбыраның 4000 жылдық тарихы бар. Белгілі ғалым Әл-Фарабидің музыканың тек қана сауық үшін еместігін, сонымен қоса музыканың бала жастан бастап жанды тәрбиелеуге арналған құрал екендігін атап айтады. Әл-Фарабидің өзі де бірнеше аспапты меңгерген. Солардың ішінде домбыра да ойнай алған. Белгілі қазақ және совет әншісі, музыкант Әміре Қашаубаев туралы фильмі жарыққа шықты. Ол өзінің даусымен, табиғи дарынымен де және экзотикалық аспап домбыраның үнімен Европаның талғампаз жұртшылығын баурап алды. Қадыр Мырзалидың «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» деген сөздері домбыраның қазақ халқы үшін маңыздылығын көрсетеді. Домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енген. Рекорд қоюға 10 000-нан астам адам қатысқан. Олардың бәрі бірге кеңес күйін орындаған. Бұл оқиғаның Қытайда орын алғанын айта кету керек. Домбыраға деген қызығушылық және музыкалық аспаптың танымалдылығы ешқашанда тоқтаған емес. Бүгінде домбыраның құлағында ойнайтын жастар көп. Бұл қуантарлық жайт.